бірінші кезекте топқа бөлініп аламыз. Топқа біз қан қоңызы арқылы бөлінеміз. Мына жерден 1 мен 3 топқа дейінгі номермен белгіленген. Сіздер қазір келіп таңдайсыздар. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ таңдап орнымызға отыра аламыз. Bir tane şey. Anladım. Neyse da yapayım. Tanda. Tamam var. Қараңыздар. Қазір бағалы бұлай болады. Мен сіздерге әр дұрыс жауаптарыңызға осындай тамаша, керемет, супер, жарайсың деген сынды стикерлер беріп отырамын. Және де арасындағы өздеріңіз жаңағыдай сабақ соңында есеп беретін боласыздар. Мен осынша жинадым деген сияқты. Кестік па? Тапсырмасын тексеріп аламыз. Қазір бізде колесомыз 3 рет айналады. 3 оқушы, әр топтан бір оқушы өзінің жаңа үй тапсырмасын оқысын. Одан кейін қалған оқушыны біз жазбаша тексереміз. Кестік па? Бізде үй тапсырмасын оқиды, Марғұлан оқи ғой. Үй тапсырмасын айта ғой бірінші. Сатира өзі суреттеп отырған оқиғаны құбылысты немесе Бізде екінші оқушы Райза. Оқи ғой. Үй тапсырмасын оқимыз. Тыныш тапсырма. Тезек сатирға мысалы эпиграмма, панифет, орынлардың пародия барыш, комикті, уникод сияқты жанрда бар драматургта, сатира комедия жанрын көрінсе, көркем проза, сатиралар, әңгіме, повесті, романдар жазады, сатиралар шығарымдар, жедел тураларда ирониясы. Дамиды. Ежелгі грекияда жанр ретінде туындаған әдебиеттің дербес стилі ретінде ежелгі Римде кең қанат жайды. Петронның сатиракан Аполлидің алтын баспақ романдары осы тұста дүниеге келеді. Орыс әдебиетінде алғашқы сатиралық шығармалар 17 ғасырда дүниеге келді. Қазақ сатирасы халыққа өз әдебиетіне бастау алады. Бүгінгі күнде жазамыз, сәуірдің оны бүгінгі өтетін тақырыбымыз театр және де мәдениет. Жақсы. Театр және мәдениет. Театр жайында не білдік сонымен? Айша қосқа. Театр жайында менің білгенім, театр ол бір көрініс секілді кішкене көрініс. Ол жерде жылатықта деді. Театрлар әр қалай бөлінеді. Қуыршақ театры бар. Мысалы, Алматы қаласында Қуыршақ театрын айтсақ та болады. Жақсы. Тағы кім айтқысы келеді? Ерхан, айта ғой. Театрға барған кезде, ол кезде сенің рухани мәдениетін көтереді. Өте жақсы. Менің ойымша ойын-сауық және өнер көрсететін жерде ойлаймын. Мәдениет жайында келсек. Жақсы. Мәдениет дегенді біз қалай түсінеміз? Мәдениет Сәмия айта ғой, мәдениет деп түсінеді деген өзіндік мәдениет ұстау. Басқа жерлерде мысалы театрда адамдар өздерін мәдениет ұстау керек. Басқаларға жақсы. Толықтырамын дейді. Қазір осыған айтсын, сосын Нұрасын толықтырамын. Мәдениет, мысалы, әр жердің өзінің мәдениеті бар, театрдың өзінің бөлек мәдениеті бар. Мектептің де өзінің бөлек мәдениеті бар, яғни мәдениет дегеніміз ол сол жердегі тәртіп және де құқық және де заң деп айтсақ болады. Жақсы. Нұрасын не қосамыз? Мәдениет деген ол барлық орындарда мәдениет сақтау, тазалық сақтау. Өзімізді сондай бір мәдениетін көрсететін. Театрға барған кезде біз өзіміз рухани байлығымызды арттыра аламыз. Ол жерде жаңағыдай адам өзінің ішкі эмоциясын, жаңағы кейіпкердің жаңағы іс-әрекетін сол жерде көрсететіндіктен адам бір ерекше әсер алады екен. Ал мәдениет дегеніміз адамның өз қолымен, ақыл ойымен жасағандары және жасап жатқандардың бәрін түгел қамтиды екен. Мәдениет жаңағы кезең бойынша дамиды екен. Өнерін қарайық, би өнерін қарайық, тез арада жаңағыдай пайда болған жоқ қой. Жаңағы белгілі бір оқиғаға байланысты саты-сатымен дамыды, иә. Сол сияқты
театрдан әр қалай қалыптасады екен. Жақсы. Енді олар болса бүкіл тыңдаймыз. Біздегі тақырып Театр, мәдениет ошағы. Шашты болады. Егер театрге санатыңызды кездестіріп қалсаңыз, қандай отырғызса, келесі жаныңыздағы көршісізге өтініш айта аласыз. Театр соңында, театр қойылымының соңында бис деп айқайламаңыз. Бис ол сөз қоямыз. іс-әрекетті қайталануды сұрайды. Сіз оны айтқанда олыңыз театрды қайта қойып сұрағаныңыз еді. Жақсы. Сіздерге тыныш сөз қоямыз. Антра кезінде ғана өз орныңызға ауыса аласыз. Жақсы. Отырған күніңізде жүзіңізде белгілі жастықтарыңызды байқатады. Жақсы. Сіздерге қандай сұрақ? Сөз қоямыз. Бірінші топ. Сіздерге қандай сұрақ? Оқырман ретінде жаңағыдай қойылым қойылып жатқан кезде оқырман ретінде сіз театрда не істеуіңіз керек? Мәдениетті сақтау. Басқаларға кедергі келтірмеуіңіз керек. Театрдағы актерлар, олар көбірек еңбек атқарады. Олар мысалы кинода адамдар өздерінің рөлдерін бірнеше композиторлар жасайтын болса, театрда олар бір рет шығып өздерінің өнерлерін көрсетеді. Жақсы, өте жақсы. Тағы қандай ерекшеліктері бар? Театрда көптеген жанрлар бар, мысалы анекдот, мысал деген сияқты кино фильмдерге қарағанда ол жерде адамдар өздері сол болып жатқанда ой кеткен уақытта емес, қазіргі уақытта кәдімгідей жүрекке шынайы жеткізе алады. Жақсы, өте жақсы. Тағы қандай ерекшеліктері бар екен? Алматыда 20-дан жуық театрлар бар. Театрда адамдар рухани байиды, шынайы эмоциясын алады. Өте жақсы. Тағы қандай не Алматыда 20-дан жуық кинотеатр бар. Олардың бірі Мұхтар Әуезов атындағы театр, және де өзім білетін театрлардың бірі ол Мұхтар Әуезов атындағы театр, және де Қуыршақ театры. Мүсірепов атындағы театр бар, Иә, театрлар және де театрдың қазіргі заманда дамып жатқан, ютуб арқылы дамыған театрлардың өзі де көп. Мысалы, қазірдің өзінде хит болып жатқан Шаншар, Алдараспан, Өнер Қырандар дегенде театрлар ол бар. сатиралық театр арасында. Иә, Жақсы, отырамыз. Негізгі тақырыбымыз қандай? Жақсы. Театрдың шығу тарихымен таныс болайық онда жүйе. Келесі, бастайық. Театр ойын-сауықтың ең көне түрі болып саналады. Театр сөзі ежелгі гректен театров сөзінен шыққан. Дәстүр бойынша театрда ең танымал екі жанр комедия және трагедия ойналады. Олардың символы театр маскасы саналады. Театр туралы алғашқы жазба біздің дәуірімізге дейінгі 497 жылға жатады. Дәл осы жылы жазба деректерде қарағанда Грекияда Дионис құдайына арналған мереке алғаш рет өткізілген. Өте жақсы. Жақсы, тағы не қосамыз? Театр туралы ежелгі театрда көлемі үлкен болған, олар 17 мыңнан 44 мың адамға дейін жылған. Сосын ашық алаңда өткен, иә қойылымда? Театр тек қана беткеде тұрылады. Театр тарихы алғашқы жазба біздің дәуірімізге дейінгі 497 жылға жатады. Өте жақсы, отырамыз. Сонымен тыңдап-тыңдамағанымызды анықтайық үшін бізде бірінші топ сұрақ қояды. Біреуміз өзінің айтқаныңызға қатысты бір сұрақ қоямыз аяғына, отыра ғой. Иә. Екінші топқа сұрақ қойған. Театрдың ең алғашқы көрсетілген жері қандай және ол кімге арналған? Жақсы. Кім жауап береді? Ең алғашқы жері Грекияда. Ең алғашқы Грекияда болды.
Ханға арналған. Тапсырма бізде еркін жаз деп аталады. Мен сіздерге ноутбук парақшаларын таратып беретін боламын. Бұл жерге жай сөйлемнің айтылу мақсатына қарай барлық түрлерін пайдаланып, театр мәдениеті жайлы өз ойларыңызды жазатын боласыздар. Кестік па? Иә. Мынандай бізде ноутбук парақшасы бар. Осы жерге жаңағы тапсырманы орындайтын боламыз жазбаша. Бұл жеке тапсырма. Астына атыңызды жазуды ұмытпаймыз. ескірек тұрған ержанға. Өзіміздің атымызды жазамыз. Ama бұлай жазамыз ба? Қалам саппен. Заманауи. Театр думам. Аха. Жақсы, тапсырманы аяқтап болдық па? Қайтып болды? Болды. Жақсы түсіндім. Келесі. Қане, әр топтан бір оқушы оқитын болсын. Жақсы, кім болады? Жаңа, Намиле, кім оқиды? Аха, Намиле оқи ғой. Тыңдаймыз. Менің ойымша театрға адамдар жұмыстан кейін өз отбасымен бірге демалуға барады. Комедия немесе трагедия көрсетеді. Сол кезде адамдар тамашалап көреді. Бірақ сонда да мәдениет ұстау керек. Қасында отырған адамдарға кедергі келтірмеу керек. Жақсы. Келесі. Жақсы. Осыған оқы. Қалғанымыз жинап. Театр өз ішінде көп жанрларға бөлінеді. Мысалы сатиралық театрда алсақ, ол жерде адамдар жылатып та күлдіртіп те айтады. Мысалы Қазақстанда сатиралық театрлар ретінде нысана театр болады. Жақсы. Келесі Әлихан оқимыз ба? Онда Денияны оқи ғой. Театрдағы мәдениет. Театрда көрініс барысында басқа адамдарға кедергі жасауға болмайды. Спектакль барысында оқушы осылардың таңдалуы, әртістер мен музыканттардың ойынына кедергі келтірмеу, артық сөйлемеу, шуламау, қоқыс тастамау, ұялы телефонды пайдаланбау, және тағы да басқаны Жатқыза аламыз, иә? жатқыза аламыз. Жақсы, келесі Аян оқи ғой. Бүкіл әлем театр ауылындағы адамдар актер деп ойлаймын. Бұл өмірде әрқайсымыз белгілі бір рөл ойнаймыз. Театрда ең танымал екі жанр комедия және трагедия ойнатылады. Театр ойын-сауықтың көне түрі болып саналады. Айза, оқи ғой. Абай мен оқымаса театр туралы менің ойымша ондай өте деп саналатын бір немесе Сөзді қоямыз. Театр мен мәдениет туралы менің ойым. Мәдениет ол сен өзіңнің сахнаға өзіңнің ұстау керек екенін әдептілік көрсету, ешкімге кедергі жасамау. Ал театр ол актерлар өз өнерін көрсетіп, парасатын сахнаға шығады. Ал мәдениет ол өз әдептілігін сахнаға әдептілігін бұзбау. Жазғандарыңызды бере ғой. Жазбаша тексеретін боламыз. Атыңызды жаздық қой. Ақырат жақсы. Келесі күнделікті тапсырмамыз бұл жағдаяттық тапсырма. Қазір енді театрға бардық, көрермендер отырып қойған. Сенің орныңа ортада, өз орныңа өтуің керек. Сенің әрекетің қандай? Сен не істейсің? Қаттағы кедергі жасамай, өз орнына жай ғана барып отырасың. Жақсы. Дұрсын Алихан не қосамыз? Өтпесең балалар деп сұрап Жақсы. Өте ақырын айтуымыз керек. Өйткені қойылымға кедергі келтірмеуіміз керек екен. Тыңдаймыз. Театрда жақын досыңмен кездестіріп қалдың. Оның орны артқы қатарда екен. Бірге отырғыларың келді. Қандай әрекет жасайсың? Жақсы. Алихан. Апай, артта сол досымның жанында отырған адаммен сұрап орнына отырған еді. Қойылым басталып кетсе қалай істейсіз? Ауыз айтып дейін, сен алдыда жақсы көресің, жақыннан көресің. Апай. Жақсы.
Осыдан кейін Менің айтатыным Әлиханға тоже келсем, сол кісіге барып өтініш сұраймын. Менің орныма отырсаңыз, мен досыммен бірге отырайын дегенмін. Досыммен көп кездеспей көп болды деп сұрайды едім. Үшінші топ. Қаладағы театрлардың біріне барғың келіп, жүрек тебірентер сәтті тамашалап отырсың. Көзіңе жас келді. Дәл осы кезде жастардың бірі әжесті танытып, сылықтап күле бастады. Сен не істейсің? Тыныш, айта ғой. Сол адамды кедергі жасамау керек себебі театрда бір мәдениет болу керек. Ешкімге кедергі жасамау керек. Сабаққа кері байланыс жасаймыз. Мен сіздерге осындай парақшаларды таратып, сабақ бойынша өз көңіл күйдеріңізді белгілеп, астына өз пікірлеріңізді жазатын боласыздар. Мен қатысам ғой. Абай ручка беріңіз. Аяқ